Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді болып шығатын рататуй деген тағам әзірлейтін боламыз. Ең алдымен біз осындай қызанақтарды алып, оның тәубесін осылай кесіп, үстіне ыстық су құямыз. Одан кейін пиязды алып, осылай ұсақтап тураймыз. Одан кейін сәбізді алып, осылай жіңішкерек, бірақ дөңгелек қылып тураймыз. Одан кейін осындай тәтті бұрыштың сары немесе осындай қызыл түсін алып, осылай ұсақтап тураймыз. Ендеше соустың әзірленуіне көшеміз. Ол үшін біз табаққа осындай сұйық май құямыз. Одан кейін оның үстіне пияз салып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін оның үстіне сәбіз саламыз. Одан кейін тұз сеу, өзіңіз қалаған дәмдеуішті қосасыз, және де прованский травы деген дәмдеуішіңіз болса, онда оны да қоссаңыз болады. Дәмі өте ерекше болады. Ендігі кезекте біз тәтті бұрышымызды саламыз. Жаңағы қызанақтарымызды алып, оны қабығынан аршимыз. Суға салып қойғандықтан қабығынан тез ашылады. Одан кейін оны жаңағы басқа ингредиенттерге қосып, жақсылап қуырамыз. Қақпағын жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін жаңағы дайын болған масамызды блендермен ezеміз. Баклажан, кабачки және де қызанақты осылай дөңгелектеп тураймыз. Енді осылай духовкада пісірілетін табағымызды алып, оның ішіне жаңағы көкөністерімізді біріктіріп қойып қоямыз. Одан кейін жаңағы суыған соусымызды осылай табақтың астына салып, көкөністерімізді рет-ретімен қоямыз. Одан кейін үстіне сақталған чесногымызды салып, тұз сеуіп, жаңағы қалып қалған соусымызды бетіне жағып шығамыз. Одан кейін бетін фольгамен жауып, 180 градуста 1 сағат пісіреміз. 1 сағат өткеннен кейін бетіндегі фольганы алып, 15 минут жай өзін пісіріп аламыз. Мінекей, менің ең жақсы көретін тамағым дайын болды. Осы рецептпен жасап көрулеріңізді сұраймын, және де астарыңыз дәмді болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.